қасқа сиыр. Қане. Малда сипағанды жақсы көреді. Бірінші желін сумен жуып аласың, не болмаса сулаған шүпірекпенен сүртіп аласың. Жақсы ба? Содан соң бұлай мінеки тартасың. Көрдің ба, бергел? Қарап тұр. Егер көп сүт алғың келетін болса, бұзауын емізіп, едіртіп аласың. Түсіндім, апа. Америкада да жүрсең, шетелде жүрсең де, үйде жүрсең де, сиыр сауды, айран үйтудің бәрін білуің керек. Апа дейм! Апа! Не болды сауырша? Шошыттың ғой малды. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе? Не болды? Қыз қашып кетті. Қайда? Иә, түсіндім. Қай қыз қашып кеткен? Үлкен қыз. Баянды айтам. Не істейміз, апа? Не істеушек? Мәселе шайын береміз. Мә, ұста мынаны. Көрдің ғой жаңа. Арқарта өзің ақырындап сауа бер. Иә. Ал, қасқа сиыр, сен енді мықты шаруалар шығып тұр. Не істейміз, апа? Айғайламашы болды енді. Ой, шуылдатып бүкіл ауылды. Менде бірдеме болып қалған екен десем. Ой, ұят емес па? Жарай, жолы болсын барса. Қасқа сиыр. Рахметжан. Қыз біздің үйде деп, кешірімге ілмейген екі неме кепті. Астарында салдыр-гүлдір ескі опел. Опелмен кеп па? Келген жақтарыңа қай-қайыңдар дедім. Оларда да бет жоқ екен. Біз естіртуге келдік деп, міндетімізді орындадық деп, көліктеріне мінді де кетіп қалды. Алыстан келіп ба олар? Ауданнан келіпті. Ауданнан келгенге түк те ұқсамай, түрлері жаман. Шаруаммен шығып кете қойып еді. Көзіме түспей қалғандарын қарашы. Мойындарын бұрап жұлып алар еді. Сөйту керек еді. Ой, Башкен, ешкімнің іштеңгесін жұлудың қажеті жоқ. Кім біледі, мүмкін арттарынан үлкендері дұрыстап көлікпен келе жатқан шығар. Дұрыс көлік іздегенден отырайық енді күтіп. Немене, далада жатқан тегін қыз бар ма екен? Бару керек те астан кестен шығарып, қызды алып кету керек. Болды. Қойшай, осы сенікі астан кестен шығару екен. Қызды алды ма, жөнін білу керек. Ал жөнін білмейді екен, көрсету керек ондайларға. Ол дұрыс айтады. Қазір екеуміз барамыз да, темір торға қамаймыз барлығын. Жүр кеттік сайлау. Тұр, отыршы. Қамағанда енді қамаймыз ғой, бірақ ертең құда болып қалсақ, ұят болып қалып жүрмей ме? Үлкендердің әңгімесіне не бар, жіберсеңдер шана баланы үйге. Балам, үйге бара қойш, кейінірек келесің. Бармасаңдар, өзім барам. Барамында ана қызды алдыма салып, дедектетіп алып келем. Отыршы, жұлқынбай. Отырмыз ғой ойланып. Әр нәрсенің өзінің ыңғайына қарай адамдары болады. Апам дұрыс айтады. Біздің ұлтуды қуғыншылыққа жіберуге болмайды. Ұлтуды қол бастап майданға жіберу керек. Қолына найза ұстатып па? Иә, бұныңки тек жайпап салу ғой. Сонымен, апа, қайсымыз баратын болдық, айтыңызшы. Ұлдана барады.
қызбен тілдеседі. Жақсы. Мұқаш барады. Қыз қайтпайтын болса, құдалардың жағдайын біліп қайтады. Мен ақырын байқаймыз ғой енді. Сен барасың, андағы формаңмен жүре бер. Қалқиып сес болып отырсаң болды. Мінеки, көрдіңдер ма? Апамыз шешімін қалай тапты? Иә. Біз болсақ босқа даурығып, у-шу өтіп әлі отырар едік. Сосын барғаннан кейін кінәлі адам құсап мыңқылдамай есікті теуіп кіріңдер. Білсін кіммен құда болатындарын. Не болыпты есікті теуіп кіріп? Барғаннан кейін жағдайға қарайды да. Негізі мен баруым керек еді, апа. Жолымды байлап. Жарайды енді, апа. Ал, жолдарың болсын, аман есен барып қайтыңдар. Мен онда не етейін? Дұшқа түсіп алайын. 20 минуттан кейін үй жаққа келесіңдер ғой. Шашымды қайтыртып алайын ба? Қайдағы шаш? Сен осы шығармайтын шығарасың ау. Апа, қуғыншылардан хабар бар ма? Қазір келіп қалатын шығар. Талтыс болды. Мына ыдыстар неге жуылмаған? Қазір жуамын ғой. Сіз неге жуасыз? Келін қайда? Ой, сол да жұмыс болды па? Жұмыс, иә. Келіннің жұмысы. Көрінбейді ғой өзі. Шаршаңқырап қалыпты, қазір тынығып жатыр. Тынығып? Немене? Шипажайда жүрмекен не тынығатындай? Енесіне жұмыс жасатып қойып, қалай жүреді осы жұрттар? Келінде не өшің бар ма? Апа, келіне сөз жүрмейді деп, ертең сізге сөз тиеді. Одан қалды анау жатқан оқымысты балаңызға сөз тиеді. Сіздің абыройыңыз ғой менің ойлап жатқаным. Бағана ғой, ана қуғыншыларға қоспадың деп бұлқан-талқан болдың. Осы бірдемені білдірмесең жүре алмайсың ау осы. Солай ма? Осы әулеттің жыртысын жыртам деп ақ жек көрінішті болам. Қойш, үндемей ақ қойыншы осы. Ұлту. Кеш бер қат. Отыр еді, жарайды болды. Сосын жуамыз, кел. Қойш, апа. Бірдеңе айтайын десең болды. Ұлту аузың жапшы. Ұлту сен үндемеш оса. Әрбірден соң. Мен жақын ба сізге? Әлде ана келініңіз жақын ба? Келін енді шетеде жүріп, тікпақайлау болып кетті. Енді өзім ақырындап үйретіп алам ғой. Үйретіп дейді. Әлі сиыр сауып жүрген шығарсыз? Енді ана қасқа сиыр басқа адамға саудырмайды. Келінді теуіп жіберіп, майып қылама деп қорқам. Әйтпесе, сауайын деп болмайды. Апамай. Келін жақтайым деп, қасқа сиырын кінәлі қылып қойды. Осы сіз қыдырып кеткен кезде сауып жүрміз ғой. Ана жолы Мұқаш та сауып. Бір жуас мал екен деп таңданып келді. Ал, қалай барып қайттыңдар? Жақсы барып қайттық. Ол болсындар қайда? Бәрін шақырып, хабарымызды жеткізейік. Мен өз еркіммен келдім. Айсар
Айғар, дейкем, Айдар екеуміз бұрыннан таныспыз. Жазу түсініксіз. Әкелші бер. Не дейді, қосыламыз деп сөз жарастырып жүргенбіз дейді. Әкем ашуланбасын. Шынымен түсініксіз екен нағыздың жазуы. Бұл қыз қазақ тілі әдебиетке онша емес, математикаға мықты. Әкеш өзім оқиын. Мен сіздерді жақсы көремін. Біздің бақытты болуымызды тілеңіздер. Қыздарыңыз Баян. Башке сабыр. Енді ұлды яға, қызды қияға деген ол өмірдің заңдылығы емес пе? Айтпай алып қашып кетті екен десем, өз еркімен келісіп барып отыр екен ғой. Олай болса енді сөз басқа. Істің мән жайын білейік дегенім сол ғой. Сен ғой барып төңкеріп тастаймын деп жұлқынып. Апа, мен оңаша сөйлестім Баянмен. Тойға дайындықтың алыс берісі, есепсіз шығыны көп қой. Сіздерге салмақ салғым келмеді. Сондықтан осылай кетуді жөн көрдім деп отыр. Шынымен де математикаға мықты екен. Ботамай, ескертіп айтқанда дайындалып, өз қолымызбен сататын едік қой. Ал. Жылаңдар. Отырып алып кезек-кезек. Болды. Қойсаңдаршы. Ештеңе білінген жоқ. Қайта ақылды қыз екен. Ата-анама салмақ салмаймын деген. Айтсаңдаршы ана балаға үйге барсын деп. Енді о бала не түсініп отыр дейсің? Алан, үйге бара қойшы. Сосын келесің. Бүгін бәріне не болған? Ұнамасам Америкаға қайтарып жібермей ме? Джессика, сен ана жақта, мен мына жақта. Бұл не каникул болды сонда? Сонымен құдалар кім екен? Құдаларыңыз анау Садықовтар деген болып шықты. Қайсысы? Әлгі ана... Ой, неше жыл аудандық газетті басқарды. Ана бірінісі мектептің директоры апа. Ана Садықовтар екен ғой. Ой, өзіңізді мектепте істедіңіз ғой. Тануыңыз керек. Ой, танисыз. Сыртынан білем. Анау оларда өсіп өнген үлкен әулет. Кішісі анау ауданда газды басқарады екен. Көп ағайынды бұлар. 7 ма жоқ, 12 ма есімде жоқ. Арман, не жайлы болып жатыр әңгіме? Шынымды айтсам өзімде түк түсінбей отырмын. Анау Садықовтарың сондай керемет болса, неменеге жаман өпілмен келді екен кешірімге? Ой, онда мен ақырын байқадым ғой. Анау күйеу балаң достары бір көлікпен шыққанда жолда бұзылып, сен тағы бір інісін жұмсаған ба, оған құдалардың ешқандай қатысы жоқ. Кешірімге екі жейді сайлап, бері қарай шығайып жатса, ассалаумағалейкум деп біз барып тұрмыз. Біз барған кезде ұлту айтқандай, жақтырмағандай болып кірдік, бірақ сыр бермедік. Айналамызға сынап, қарап тұрдық. Мен де бүйтіп қабақ шытқан боп, біраз, байқадың ба? Байқадық. Кейін бірақ жібедік қой енді. Рахмет айналайындар. Туған туыс деген осындайда керек екен ғой. Рахмет айту әлі ерте. Аяқ астынан кеткен қыздың машақаты көп. Оның үстіне уақыт аз. Ана жасауын, киімін алуға мына Сайлау менен Мұқаштың үйі көмектесетін шығар. Көмектесеміз ғой, Енді үлкендерге айтып көреміз. Қосамыз. Енді осындайда көмектеспесек асарлатып. Қашан көмектесеміз? Бәрекелді.
Алдымен киімін апару керек шығар. Содан кейін асықпай жасауын апарамыз. Солай ма, апа? Енді Әй, Қыстаубай, бірдеңе десеңші. Аузыңа құм қойып алғансың ба? Иә. Енді о жағын сендер білесіңдер ғой. Мен шынымды айтсам, өз-өзім әлі келе алмай отырмын. Иә, мен де біртүрлі болып отырмын. екеуіңнің естерің шығып отыр ғой. Ақшаларыңды жинаңдар. Киім-кешекке кім баратынын өзім айтам. Қойыңыз, апа. Менің оған қандай қатысым бар? Аида барады. Дұрыс, апа. Аида сәнгердің оқуын оқыған ғой? Иә, Аида стильдік киімдерді күшті таңдайды. Енді апам бәрін біліп отыр ғой. Сәнгер бармағанда кім барады? Апа, мен ана құдалықтың дінінде шығарып тастаған шығарсыз, ұлтудың мінезі нашар деп. Ертең ана тойда қазан ошақтың басында, ішек қарын қасында жүрсін десеңізші одан да. Ой, былай тұршы бөгелмей. Ай, отырсаңшы, не болды мынаған, а? Ұлту. Ұлту, аяғына дейін тыңдасайшы, айтайын деген сөзімізді. Қойыңызшы, апа. Білдік қой құнымызды. Қарнымның ашқанына емес, қадірімнің қашқанынан алайымын деген екен баяғыда біреу. Киім алуға сен де барасың. Аидамен бірге. Бірге? Иә. Жарайды. Ал бірден айтып қояйын. Ақша менде болады. Жақсы. Мына Айда мен Арман ештеңе айтпады ғой. Бағана салт дәстүр туралы кітап оқып жатыр едің. Жөн жоралғы жайында қосатын бірдеңе бар шығар, а? Енді біз ақшасын қоспасақ енді ал салт дәстүр жағын енді айтатын ой жоқ әзірге. Уақыт деген қалайсың бір Айда? Баян қызымды алғаш рет перзентханадан алып шыққаным қолынан жетектеп бірінші сыныпқа апарғаным есімнен кетпей. Қыстаубай енді ол Баян бәріміздің қызымыз. Қызды қияға дейді, қызды ұзатуға асық дейді. Бұл өмірдің заңдылығы ғой, бұл енді былай айтқанда қуаныш. Иә. Ой, мен сені мұндай көңілшек деп ойламаппын. Саған қарағанда ұл болсын мықты екен. Бажеке, егер жылағың келсе бар ғой, өз-өзіңді ұстама. Жылап ал. Жеңілдеп қаласың. Сенің осы ма жұбатқаны? Добалдай адам шиқылдаттың ба қойдың? Енді? Ұлту әпке, қараңызшы. Әдемі, иә? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз.
Ал мынау ше. Ал мынау қалай? Ұлту әпке, енді бұлар брендті киімдер ғой, сондықтан қымбат болады. Енді бренд екен деп қыздың артынан бір ақ көйлек апарып тұрмайтын шығармыз? Енді әпке, сапалы киімдер жоқ. Әпке, қайдан алу керек екен? Мен білемін. Жол. Қыздар, жол. Жол. Әде, жол. Міне, бренд керек болса бәрі бар. Армани, Гуччи, Дордой бәрі тұр. Мынау менің жабық көрсетілімге де шықпаған көйлегім ғой. Аида. Бұл әлі сатылымға шықпаған бренд қой. Мына киімдерді қайдан алдыңыздар? Ойбай, қарындас, үрімчі мен Дордай аман болсын. Көйлек алайық келіңіздер. Аида деген көйлек. Енемізді айтам. Енді анау келін мен біздің ұлтуының арасын білесіңдер ғой кішкене енді. Екеуін қалаға бірге жіберіп отыр. Жолға шыққаннан кейін, сапарласып болғаннан кейін тілдеседі, сөйлеседі. Бір-біріне жақын болады. Қалай ойластырып отыр, а? Иә, дұрыс. Мәселе қайда жатыр десейші. Енді ертең құдалыққа барғанда да ауыз біршілігі бар, үлкені бар, кішісі бар. Қандай жарасымды? Айтпақшы құдалық демекші. Ол құдалыққа кім барады? Не апарады? Әйелдер өздері шеше ме әлде мен араласқан дұрыс па? Онда не апарғанда мен айтайын оны. Енді апарады. Аз нәрсе апарады. Енді сен араласуыңа да болады, араласпауыңа да болады. Мен сендерге бір нәрсе айтайын дегем. Өз арамызда қалады ғой, Өшірді айтылды, өшірді мен алман түбінде қалды ғой. қалады ғой. Айтар еді. Мен шынымды айтсам, осы күнге дейін басы бүтін бір бата жаттамаппын. Батаны жаттатамыз ғой, жаңағы әңгімеңді айтсаңшы. Нені? Енді ешкімге айтпайсыңдар, өшірді қалады деген әңгімеңді айтпайсың бет. Айттым ғой. Батаны ма? Дастарханға береке берсін деп қысқа қайрамызда жүре береміз. Мен де бірден айтады екенім, сонда ұзақ бата білмейсің бе? Жоқ, енді жаттайын деймін ау, бірақ миға қонбайды, миға. Мен бар ғой. Батаны жаттағанды өлтірем. Бір оқим жаттап алам. Анау заңның баптары тек басыма кірмейді ғой. Айда, киімді алдық, шаруаны тындырдық. Бір жерге барып тамақ ішейікші. Қарным ашып кетті. Жарайды. Сосын тамаққа ортақ кассадан жұмсаймыз. Еңбегіміз бар ғой.
қатырасыз ұлтың әпке. Жақсы. Ал енді мынау соңғысы. Құдалар дайын болса, біз дайын. Енді солардан хабар күтеміз. Бәрекелді. Бәрін тындырған екесіңдер. Тындыру үшін жүрміз ғой, апа. Чамадандар сақадай сай болды. Бір жеңілдеп қалдым. Ондай болса дұрыстап отырып шай ішейік те. Қалың малға не әкелмекші екен? Интриганың көкесі сол болып тұр ғой. Ешкімнен озбай, ешкімнен қалмай орташа әкелсе болады. Бұл бәсекелесетін дүние емес қой. Ата-бабамыздан қалған салт дәстүр. Өте дұрыс айтасыз, апа. Балалар бақытты болса болды. Ата-анаға одан артық не керек? Мынау, әр жердің салты басқа демекші, әр елдің де өзінің апаратын жөн жоралысы бөлек болады екен ғой. Мен бір әңгіме айта тұрайын. Мынау қай жерде де оңтүстік деді. Оңтүстікпен жаңа атыраулықтар құда болған ғой. Содан бірінші оңтүстіктегілер күтіпті енді. Білесіздер ғой, оңтүстік қонақ жай. Анау дастарханда не жоқ дейсіз. Қозы құйрық, кәуап, самсаның түр-түрі бөденеге дейін, анау палау. Сөйтіп енді ана құдалар аяқталып енді жолға шығатын кезде атыраулық құда айтыпты. Құдеке, екі жастың бақытына депті. Мінекей депті. Не ол? Не? Ай, атыраудан кеп отырған жоқ па? Мұнайын сорады. Теледидарда көрсетіп тұрасың. Екі оңбыны бірақ сыйлап жіберген. Не деген жомарт адам десек. Көрдіңіз ба? Сондайда кит болады екен ау, ә? Содан кейін оңтүстік Атырауға барады ғой. Батысқа қарай. Содан ана атыраулықтар ойлап отыр дейді. Енді бұл оңтүстік не әкелді? Депші. Сөйтсе ана оңтүстігі ағамыз айтты. Мені білесіздер. Бау бақшам бар. Бәленбай гектар. Содан екі жастың құрметіне мен бір 30 түп жаңғақ, 30 түп алма, 30 түп апорт, 30 түп абрикос, өрігі бар, жүзімі бар. Сыйладым деп. Биыл 14 жыл болыпты. Вагонмен алма, апорт, абрикос, жүзім, жаңғақ, қызана, қияр, қарбыз, қауынға дейін жіберіп отырады. Барған сайын хат жазады екен. Құдеке, сізге жаңағы сыйлаған жеміс жидегімнің мынау жемістері ғой. Қабыл алыңыздар деп. Көрдіңіздер ме? Атыраудағы құдасы қазір үлкен қып жеміс жидек дүкенін ашып. Ой, естімеген елде көптеген неше түрі бар, а? Атадан мал қалғанша тал қалсын деген осы. Бұл деген өзі бір ғибрат болатын дүние екен, а? Енді көрмейсіздер ме? Ай, Бажеке, білмейтінің жоқ сенде. Алантай келіп жатыр ма? Эту әпке, мен де отырсам бола ма? Ойбай, кел. Кел. Апаң жанына кел, ә? Мына жақтан өте қоя жеңіз. Жүгір кел. Өй жаным, қолыным, кішкентай. Енді одан кейін мынау кереку жақтағы бір құдалықтың әңгімесін айтып берейін. Ой, енді біздің мұқаш қоймайды енді. Бір әңгіме бастаса. Өздері сұрап отыр ғой, айтып отыр ғой. Thank you.